Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Ашлян Фудан өте дәмді салат жасаймыз. Ең алдымен етті видеодағыдай турап шығамыз. Қайнап тұрған суға Ашлян Фуды салып 20-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Ашлян Фуд піскен соң, оны ыстық судан сүзіп алып, салқын суға саламыз. Салқын суда 1 минут шамасында тұрған соң, басқа ыдысқа сүзіп аламыз. Табаға өсімдік майын құйып, ет салып, жақсылап қуырамыз. Ет қызарып қуырыла бастаған соң, үткіштен өткізілген сәбізбен ұзынша етіп туралған болгар бұрышын саламыз. Сәбізбен болгар бұрышын 1-2 минут шамасында төмен отта қуырамыз. Соя тұздығын құйып, табаның бетін жауып 1 минут шамасында бұқтырамыз. Бір қиярды видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Және де бұл салатқа өз қалауыңыз бойынша кез келген ас көкті қолдансаңыз болады. Мен бүгін укропты қолдандым. Ашлян Фудың үстіне қуырып дайындаған салмамызды саламыз. Туралған қияр мен укроп, үткіштен өткізілген сарымсақ және тағы да басқа дәмдеушілерді салып, жақсылап араластырамыз. Біздің бүгінгі тез әрі оңай дайындалатын және де өте дәмді болып шығатын салатымыз да дайын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.